Өткен жексенбінің таңында қазақстандық жауынгер Жалғас Жұмағұлов UFC-де екінші кездесуін өткізді. Өкінішке орай қазақ файтері швециялық Амир Аль-Базиге төрешілердің бір ауыздан шешімімен ұтылды. Дәл қазір біз осы кездесуді бірнеше рет қайталап көргеннен соң саралап көретін боламыз. Сонымен, бірінші раундты Жалғас өте жақсы өткізді. Оның қарсыласқа бір естен тандыратын соққы өткізгісі келетіні көрініп тұрды. Тейкдаун жіберіп алды, бірақ сол арада тұрып кетті. Оң қолмен қанша оңтайлап соққы жасағысы келгенмен бұл орын алмады. Десе де Жалғас бірінші раундты өзінің белсенділігінің арқасында таза ұтып алды. Бұл сында бірден көзге ұрып тұрғаны Жұмағұловтың кездесуді бір соққымен, яғни нокаутпен ұтып алғысы келгендігі. Ол төрешілерден басқаша жолмен жеңісті ала алмаймын деп ойлады ма? Әйтеуір қарсыласын талдырудың түрлі жолдарын қарастырды. Екінші раунд тең дәрежеде өрбіді. Егер төрешілер бұл раундты да әділ бағалағанда 10-9-бен қазаққа жеңісті береді ме деген ой болған. Аль-Базидің бір сәтті сериялары соққылар өтті. Жақсы өтті, бірақ осымен оның қимылдары аяқталды. Ал Жалғас қарсыласқа қарағанда көбірек соққы жұмсады. Оның үстіне бұл сында қазақ қарсыласына қарағанда кішірек көрінді. Екеуі екі түрлі салмақ дәрежесінде болған секілді. Сонда да Амирді өзіне жақсы шақырып алып, қарымта шабуылда қимылдады. Көрсетілім 1xbet қолдауымен шығарылды. Жоғары коэффициенттер мен жылдам төлемдер. Төмендегі сілтеме бойынша өтіп, 65 000 теңгеге дейін сыйақы ал. Ал үшінші раундта Жалғастың бұрышындағылар Жұмағұловтан қандай жолмен болса да жеңісті жұлып алу керектігін айқайлады. Нәтижесінде Жалғас қайтадан бағанағы нокауттық соққыға бар назарын аударды. Өстіп жүріп тейкдаунға түсіп қалды. Ары қарай ұзаққа созылған күрес. Әрине мұнда енді Аль-Бази үстінде болды. Осының арқасында төрешілер раундты Аль-Базиге беріп жіберді. Осылайша кездесу қарсыласының пайдасына шешілді. Жалғас кездесу барысында өте сауатты қорғанды. Қылқындыру тәсілін мықты меңгерген швед арқаға өтуге тырысты. Өтіп те көрді, бірақ сол күйі қылқындыра алмады. Жалпы қазақтың функционалдық дайындығына еш күмән жоқ. Физикасы да деңгейде. Бірақ бір ғана олқы түскен сәт, ол салмақ қуудағы қателік секілді. Осы бір аспектіні ретке келтірмесе болмайды. Өздеріңіз көріп отырғандай, Аль-Бази кездесуде сергек шықты. Дене бұлшықеттерде бұлтиып өзін еркіндеу сезінді. Ал Жалғастың екі көзі шүңірейіп, түртсең құлайтындай күйде жүрді. Бір ғана оны алға жетелеген нәрсе болса, ол мінез және намыс. Бір анаға ақтөбелік жігіт қолынан келген жасады. Білгенін істей алмады қалды деген күмән болған жоқ. Енді ары қарай не болмақ? Бұл жерде бір нәрсе айту артықтау. Десе де Жалғастың арғы болашағы қазір өте тұманды. Әдетте екі сында ұтылғандарды UFC-де жұмыстан босатады. Десе де Мераб Дваливишвилидің мысалын біз қазір алға тарталамыз. Ол да алғашқы екі сынын ұтылған, үшіншісін әупірімдеп жүріп ұтты. Енді ол қазір өте жақсы келе жатыр. Менің ойымша Жалғасқа тағы бір мүмкіндік береді, өйткені ол екі бәсекесінде де таза ұтылған жоқ. Төрешілердің бір бүйректері қарсыласқа тартқаны болмаса, екеуінде де қазаққа жеңісті берсе де үлкен әділетсіздік деген болмас еді. Сондықтан алдағы уақытта Жакодан біз жақсы жаңалық күтетін боламыз. Ал осы бір үлкен оқиға маңында Қуат Хамитовтың жеңісі аздап назардан тыс қалғаны бар. Найман Магнитогорскіде өткен үлкен кеште ресейлік Пантелеев есімді қарсыласын 50 секундта нокаутпен ұтты. Өте жақсы жеңіс болды. Қуаттың қазір елде ісі сотта қаралуда. Бірақ бұған қарамастан Найман кездесуда бар шеберлігін көрсете білді. Енді ол елге оралып, осы бір істе жауап беретін болады. Қуат үшін бәрі оңдай аяқталады деп ойлаймын. Ол бұл жеңісін елімізден жырақта қалып қойған қазақ бауырларына арнағандығын айта кету керек. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Сонымен қатар аталмыш бейне материалды түрлі әлеуметтік желілер арқылы таратуларыңызды сұраймын. Уақыт бөліп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.